Құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, бүгінгі күні Алматы қаласы білім басқармасына қарасты номер 87 жалпы білім беретін мектепке дейінгі жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің педагог зерттеуші ұстаздары өздерінің іс тәжірибесімен бөліскелі отыр. Бірінші кезекте тақырыппен таныстырып қояйын. Кодтан сөзге дейінгі білім беру үрдісіндегі цифрлық, тілдік және мәдени үйлесім атты вебинарымыздың, қалалық вебинарымыздың ұстазы, қатысушы ұстазы, тәжірибе таратушы ұстазы Жалелова Дарья Смагуловна, орыс тілі және әдебиетінің мұғалімі, работа с типами текста, описание, повествование, рассуждение атты элективтік курсымен таныстырғалы отыр. Дарья Смагуловна, сөз өзіңізде. Саламатсыз бе? Здравствуйте. Я учитель русского языка и литературы школы номер 87 города Алматы. Жалелова Дарья Исмагуловна. Предлагаю свою авторскую программу «Работа с типами текста. Описание, повествование, рассуждений» для учащихся 9-11 классов. Данная программа направлена на развитие у учащихся навыков анализа, понимания и создания текстов различных типов, описаний, повествования, рассуждений. Цели программы – развитие у школьников навыков работы с различными типами текста, описание, повествования, рассуждения, формирование умения создавать тексты разных типов с учетом их функциональных особенностей, совершенствование аналитических и критических способностей учеников при работе с текстом, обучение использованию разнообразных речевых средств для адекватного выражения мыслей и идей в разных типах текстов. Развитие навыков работы в группах индивидуально, использование информационно-коммуникационных технологий при создании и анализе текстов. Задачи программы – ознакомить учащихся с основными типами текста, их характеристиками и особенностями, научить анализировать тексты различных типов, выявляя их структуру, элементы, функции, развивать умение создавать тексты, описания, повествования, рассуждений по заданной теме, внедрить методы самооценки и взаимопроверки для анализа качественно написанных текстов, совершенствовать навыки письма через практические занятия, выполнение домашних заданий и проектов, обеспечить интеграцию знаний, полученных по работе с текстами и другими школьными дисциплинами. Ожидаемые результаты. Развитие навыков анализа текста. Учащиеся смогут выделять ключевые элементы текста, темы, идеи, структуру, тип и объяснять их функции. Учащиеся научатся различать и правильно классифицировать тексты по типу описания, повествования, рассуждений. Умение создавать тексты разных типов. Учащиеся будут способны создавать описания, повествования, рассуждения на основе предложенных тем или в ходе творческих заданий. Учащиеся смогут применять различные стилистические речевые средства для улучшения качества текста. Развитие навыков самоконтроля и оценки работы. Учащиеся научатся оценивать свои работы и работы сверстников, выделяя сильные и слабые стороны. Развитие способности критически подходить к анализу и собственной письменной работе. Способ проверки результатов. Тестирование и контрольной работы, письменные тесты, на которых учащиеся должны будут классифицировать текст, определять его тип и структуру. Контрольная работа, включающая задания по созданию текстов разных типов по заданным темам. Анализ письменных работ. Оценка качества созданных учеников текстов с акцентом на соответствие типу текста. Соблюдение логики и изложения. Использование необходимых языковых средств. Использование рубрик для оценки письменных работ, включающих критерии по содержанию, структуре и языковым средствам. Проектная работа. Выполнение учащимися проектов, в которых они должны создать текст или несколько текстов разных типов, используя информацию из различных источников, что позволит проверить не только навыки работы с текстом, но и способности к исследовательской деятельности. Способы проверки результатов. Самооценка, взаимооценка. Задания для групповой группы. Совместное выполнение заданий в группах для создания текстов, что помогает развивать
активные навыки и учит работать в коллективе, а также позволяет преподавателю наблюдать за процессом создания текста в реальном времени. Краткосрочное планирование составлено в соответствии с приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 16 сентября 2021 года за номером 472. Авторская программа рассчитана на 34 часа. Спасибо за внимание. Құрметті әріптестер, келесі сөзді вышивка в современной одежде с национальным колоритом, с таким названием элективного курса. Слово предоставляю учителю художественного труда Шафиковой Ольге Николаевне. Ольга Николаевна, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, я Шафикова Ольга Николаевна, учитель художественного труда школы 87. Предоставляю вам авторскую программу на тему «Вышивка современной одежды с национальным колоритом» для учащихся 8-9 классов, которая рассчитана на 34 часа. Актуальность программы заключается в том, что вышивка является одной из старейших форм декоративно-прикладного искусства, которая сохраняет свою актуальность и сегодня. В современном мире, где национальная идентичность и культурное наследие приобретают все большую значимость, использование вышивки с национальным колоритом в одежде позволяет не только сохранять традиции, но и адаптировать их к современным модным тенденциям. Данная программа направлена на изучение вышивки как средства самовыражения и культурного наследия, а также на развитие навыков, необходимых для современного дизайна одежды с использованием вышивки. Большое внимание уделено воспитательному аспекту, направленности на формирование учащихся национальных ценностей в соответствии с национальной программой воспитания Бартутас Тарбие. Работа по данной программе обеспечит интеграцию предмета и содержания для более целостного восприятия окружающего мира, а также определение ожидаемых результатов на выходе, представленных в виде функционального применения знаний, исследовательских коммуникативных навыков, практического и творческого мышления, умения работать в группе и индивидуально. Цель программы состоит в том, чтобы обучить учащихся основам вышивки в контексте современной моды, развить их творческие способности и понимание культурной значимости вышивки. Задачи данной программы – это изучить историю и культурное значение вышивки в разных регионах, ознакомиться с различными материалами и техниками вышивки, развить навыки создания эскизов и выбора цветовой палитры для вышивки, познакомиться с технологиями и инструментами для вышивки, организовать практические занятия для освоения техник вышивки, изучить способы ухода за одеждой с вышивкой и подготовить учащихся к самостоятельному созданию дизайнов с использованием вышивки. Новизна программы состоит в том, что она предлагает современный подход к изучению традиционного искусства вышивки, интегрируя его с актуальными модными трендами и технологическими инновациями. Она сочетает в себе как теоретическое изучение культурных аспектов вышивки, так и практическое освоение современных техник и инструментов. Программа также акцентирует внимание на устойчивом развитии и использовании экоматериалов, что соответствует современным мировым тенденциям в моде. Вышивка в современной одежде с национальным колоритом является важной частью культурного наследия, соединяющая традиционные техники и современные модные тенденции. Она позволяет выразить национальную идентичность через использование символов, узоров и цветовых решений, характерных для определенной культуры. Технологии и материалы, используемые в вышивке, постоянно совершенствуются, что открывает новые возможности для творчества. Таким образом, вышивка становится неотъемлемой частью современного дизайна одежды, сохраняя и развивая культурные традиции. В данной программе разработан календарно-тематический план, в котором точно сбалансировано содержание учебной деятельности учащихся по четвертям в течение учебного года с указанием, какие виды работ и средства обучения могут быть использованы. В нормативной части указывается, сколько времени уделяется на изучение тем, требования к знаниям, умениям и навыкам, планируемые результаты. В разделе «Образовательный продукт» указано то, что будет разработано и выполнено учащимся на уроке в ходе познавательной и практической деятельности. В авторской программе также мною были составлены краткосрочные планы по художественному труду для учащихся 8 классов с учетом инновационных подходов. В КСП на каждую тему отведен 1 или 2 часа. Также распределены задания по темам, действия преподавателя ученика расписаны. Ожидаемые результаты при применении данной программы следующие. Учащиеся будут знать историю и символику вышивки в культурном контексте.
Они смогут различать и применять различные техники вышивки. Учащиеся будут в курсе современных трендов в области вышивки. Они смогут создавать эскизы и подбирать цветовые палитры для своих проектов. Учащиеся научатся использовать современные технологии для вышивки. Они получат практические навыки нанесения вышивки на ткань. Они также будут знать, как правильно ухаживать за одеждой с вышивкой и смогут самостоятельно разрабатывать дизайн одежды с элементами вышивки. И в заключение хочу сказать, что вышивка современной одежды с национальным колоритом – это не просто декоративный прием. Это способ сохранить и передать культурное наследие, связать прошлое с настоящим и добавить уникальность в повседневную жизнь. В современном модном мире вышивка продолжает играть важную роль, вдохновляя дизайнеров и радуя потребителей своим разнообразием и исторической глубиной. Благодаря дизайнерским интерпретациям и инновациям вышивка остается актуальной и востребованной, объединяя в себе искусство, традицию и современность. Это делает ее не только красивым украшением, но и важным элементом культурного диалога, способным объединять народы и поколения. И самое важное, в результате обучения по данной программе позволяет учащимся не только освоить 2 из 6 уровней познания, это знать и понимать, но и есть возможность освоить такие уровни познания, как применять, анализировать, синтезировать и оценивать. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Николаевна. Келесі сөзді жаңа оқу технологиялары арқылы қазақ тілі сабағында оқушылардың тілдік қорын арттыру атты элективті курстың авторы Мукашева Эльмира Жолдықановна, қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғаліміне сөз берейік. Эльмира Жолдықановна, сөз өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Мукашева Эльмира Жолдықановна, номер 87 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог, зерттеуші. Авторлық бағдарлама тақырыбы жаңа оқу технологиялар арқылы қазақ тілі сабағында оқушылардың тілдік қорын арттыру. Бағдарлама 6 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламаның мақсаты қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың тілдік қорын кеңейту, олардың тілдік дағдыларын жетілдіру және оқу процесіне қызығушылығын арттыру. Міндеттері: оқушылардың тілдік қорын жүйелі түрде дамытуға бағытталған заманауи технологиялар сабақ барысында қолдану, мультимедиялық ресурстар арқылы тыңдалым, айтылым, жазылым және оқылым дағдыларын жетілдіру. Интерактивті тапсырмалар арқылы оқушылардың сөздік қорын молайту. Электронды платформалар мен мобильді қосымшалар арқылы оқушылардың өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастыру. Ойын технологияларын қолданып, тіл үйренуді қызықты әрі нәтижелі ету. Жобалық жұмыс, презентация секілді шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушылардың тілдік белсенділігін арттыру. Онлайн тесттер мен викториналар арқылы білімді тексеру мен бекітуді жүйелеу. Топтық және топтық жұмыс арқылы оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. Келесі күтілетін нәтижелер: оқушылардың сөздік қоры айтарлықтай кеңейеді. Тілдік дағдылар айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым біркелкі дамиды. Оқушылар жаңа технологияларды тиімді пайдалана біледі. Қазақ тілі сабағына деген қызығушылық артады. Өз ойын еркін жеткізу, дәлелдеу және қорғау қабілеттері қалыптасады. Топтық жұмыс істеу дағдылары дамиды, ынтымақтастық нығаяды. Жаңа сөздерді қолдануда сенімділік пен еркіндік пайда болады. Оқушылардың өздігінен білім алу және өзін-өзі бағалау дағдылары жетіледі. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Рахмет, Эльмира Жолдықановна. Келесі сөзді информатика пәнінің мұғалімі Сейтказиев Досымхан Шерхановичқа береміз. Тақырыбы
Кодеплей STEM шеберлігіндегі ақпараттық технологиялар және инженерия негізінде құрастырылған бағдарламаға назар аударыңыздар. Досымхан Шерханович, сөз өзіңізде. Қайырлы күн, әріптестер. Менің аты жөнім Сейтқазиев Досымхан Шерханович, нөмірі 87-ші жалпы білім беретін мектептің информатика пәні мұғалімі, санатын педагог зерттеуші. Бүгінгі қорғағалы отырған тақырып Кодеплей STEM шеңберіндегі ақпараттық технологиялар және инженерия негіздері. Элективті курс бағдарламасы 1-11 сынып оқушыларына арналған. Аптасына 1-2 сағаттан, барлығы 630 сағатты құрайды. Негізінде дүние жүзіндегі мектептер бұл маңызды тапсырманы орындай алмайды деп бірнеше мына жерде болып жатқан кемшіліктерді атап айтуға тура келіп тұр. Себебі осы кемшіліктерді ескере отырып, біз курс мазмұнын жазуға кірістік. Бұлар ресурстар мен инфрақұрылымның жетіспеушілігі, мұғалімдер даярлау және олардың дайындығын қамтамасыз ету, оқу бағдарламасы мен мазмұнына қатысты мәселелер және теңдік пен қолжетімділікке қатысты осы келеңсіз оқиғалардың барлығын орын жабу үшін біз осы курстың мазмұнына кірістік. Бұл курста көріп отырғандарыңыздай Кодеплей қосымшасы, оның ішінде бізде Кодеплей цифрлық оқулығы бар, робототехника жиынтығы бар, Кодекит деп аталатын, және Кодетич бағдарламалық жасақтамалар. Бұл жерде электронды журнал және сонымен қатар Коде Академи оқыту ортасы бар. Ал енді курсқа келетін болсақ, әр жас ерекшелікке қатысты мектеп бағдарламасында оқушылардың қандай да бір бағдарламаны оқитындығын ескере отырып, курс бағдарламасының мазмұны құрастырылды. Курс бағдарламасы мазмұны информатика сабағында кездесетін негізгі терминдерді түсініп қолдануға баса назар аударылды. Бұл қосымшаны мобильді құрылғы, тасымал компьютер тіптен арнайы сайт арқылы да қолдануға мүмкіншілік бар. Солай жасау арқылы мұндағы білімге қолжетімділікті арттырдық. Оқушы ойын арқылы бағдарламалау негіздерін түсінеді және күнделікті сабақта қолданады. Осы жайында атап айтатын болсақ, бұл элективті курстың басты ерекшелігі әрбір тақырып пен сабаққа қатысты методикалық көмек, оқу ресурстары бірге беріледі. Әрбір сабақ келесі сабақпен сабақтасқан, сол арқылы оқушы үйренген білімін практика көмегімен бекітіп отырады. Тарау соңында алған білімдерін аталмыш жиынтық көмегіменен жобалық жұмыс жасауға жұмсайды. Мұның бәрі практика жүзінде болады, себебі жоба құрастыру барысында Кодеплей қосымшасының ішінде Кодекит жиынтығы бар. Сол жиынтық арқылы оқушылар өздерінің ойларын сол жиынтық арқылы құрастырып, сол арқылы жоба жасап, соны зерттей алады. Кодеплей қосымшасы оқушыларды зеріктірмей, ойын арқылы да білім бере алады. Тек ойын ойнап қоймай, әр ойында командалар олардың қызметімен танысады. Көп командамен қызметін білген оқушы ондағы көп деңгейлерден өту мүмкіншілігіне ие болады. Енді курстың мақсатына келетін болсақ, мектеп оқушыларына бағдарламалау негізін үйренуге және гаджеттерді құру негізінде алған білімдерін қолдануға мүмкіндік беретін кешенді жүйе құру және іске асыру болып табылады. Балалар инженерлік ойлауды дамыта алады және Scratch, блок кодингін сондай-ақ қызықты жобалар жасау үшін инженерлік ойлауды қолдану әдістерін игере алады және сондай-ақ Arduino Uno сызба техникасына кіріспе береміз. Бұл электроника негіздерін түсінуге және өз құрылғыларымызды жасауға көмектеседі. Курстың міндеті цифрлық сауаттылықты арттыру, оқу процесін цифрландыру, білім алу сапасы мен жылдамдығын арттыру, балалардың оқуға деген қызығушылығын арттыру, ақылды гаджеттер, атап айтқанда IoT жобалар жасау арқылы кодтауға және білім алуға үйрету, бағдарламалау және робототехника пәндерін дәріптеу. Бағдарламалауды робототехниканы түсінікті және оңай қолжетімді ету, алынған білімді ерте кезеңде қолдану үшін қолайлы орта құру және дамыту. Күтілетін нәтиже: шығармашылық ойлау, идеяларды нақты
жобаларға қалай айналдыруға болатыны, сыни тұрғыдан ойлау, ғылыми әдіспен мәселелерді қалай талдауға және шешуге болады, цифрлық ортадағы мәселелерді шешу дағдылары, мәселелерді шешу үшін технологиялар мен құралдарды қалай пайдалануға болады, инновациялық ойлау, жаңа идеялар мен шешімдер жасау үшін шығармашылық сыни ойлауды қалай біріктіруге болады. Жоба командада жұмыс істей білу, міндеттерді тиімді бөлу, алынған ақпаратты өңдеу, бүкіл сыныптың бірлескен жұмысы нәтижесінде қорытынды жасау, заттар мен олардың бейнелерін салыстыру және топтастыру, өз идеяларын өз бетінше жүзеге асыру, жеке қорытынды жобаларды қорғау, үздік жоба конкурстарына және платформада жариялау, мектеп және қалалық ғылыми тәжірибелік конференцияларда зерттеу жұмыстарының конкурстарына қатысу, Астана IT университеті сертификатын алуға емтихан тапсыру. Көріп отырғандарыңыздай мұнда команданың алғашқы қатамы, және команданы бұл команда Codiplay цифрлық дағдылар экожүйесі деген атпенен белгілі қазір. Соңғы дерекке қарайтын болсақ, дүниежүзілік экономикалық форумның жұмыс орындарының болашағы 2023 есебі бойынша 2027 жылы 44% қызметкерлер технологиялардың енгізуінің өсуіне байланысты қайта біліктіліктен қажет болады екен. Және Европалық комиссияның цифрлық дағдылар мен жұмыс орындары коалициясының есебі бойынша жұмыс орындарды, егер 10 жұмыс орны болса, соның 9-ы жұмыс орындарында сандық дағдыларды қажет ететін көрінеді. Ал көріп отырғандарыңыздай, бұл Codiplay'дің мазмұнында қандай бізде цифрлық оқулық және ойындар қандай түрде болатынын көріп отырсыздар. Мұнда сандық дағдыларды үйрену, яғни ойын көмегімен болады. Ал мынау қазіргі кездегі Codiplay'дің жеткен жетістіктерін бірқатар көрсетіп шықсан деп едім. Қазіргі күннің өзінде әлемнің 13 елінде бұл Codiplay өнімі жұмыс жасап жатыр. Көріп отырғандарыңыздай, біздің Codiplay'дің басшысы әлемнің беделді премьер-министрлермен, білім министрлермен кездесу үстінде. Ал мынау Сауд Арабиясындағы мектептерге енгізіліп жатқан Codiplay жүйесі. Түргелі. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Досымхан ағай. Келесі сөзді қызықты қазақ тілі элективті курспен таныстыру Кантуреева Айгүл Мұхамединовна авторы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айгүл Мұхамединовна, сөз өзіңізде. Рахмет. Мен Кантуреева Айгүл Мұхамединовна, номер 87 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Санатым педагог зерттеуші. Авторлық бағдарламамның тақырыбы қызықты қазақ тілі элективті курс. 8 сынып оқушыларына арналған, барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат. Курстың мақсаты қазақ тілі пәнін ғылыми негізде меңгерту, тіл білімінің саласы, жүйесі мен заңдылықтарын түсіндіру, оқушыларды шығармашылықпен жұмыс жасауға баулу, білім алушылардың айтылым дағдысын қалыптастыру, орфографиялық және орфоэпиялық біліктілігін іске асыру. Бағдарлама оқу бағдарламасы негізінде оқу сауаттылығы әрі ой еркіндігін ширату. Курстың міндеттеріне келетін болсақ, оқушылардың фонетикалық, морфологиялық, лексикалық және синтаксистік Айгүл Мұхамединовна, дағдыларын біз дамыту. әріптесіміздің бәрі симай қала ма деп қорқып отырмыз енді, уақыт көп алмайық деп. Бұл жерде енді нені білу керек бала, және де күтілетін нәтиже. Соны Жақсы. айтып кетіңізші. Жақсы. Жалпы бағдарламаның өзектілігі жаттығуларды орындау барысында оқытушы алдына қойған мақсатына орай жұмыстарды түрлендіріп, өзгертіп отыруына, аудитория деңгейіне сәйкес таңдап алуына болады. Жалпы бұл курстың күтілетін нәтижеге келетін болсақ, қазақ тілінде мәтін жаттығуларды орындай отырып, сөз байлықтары мен сөздік қорларын, сөйлеу тілдерін дамытады, ауызша және жазбаша қазақ тілінің қызметі, ерекшеліктерін айқындай алады. Оқушылар ақпаратты коммуникациялық технологияларды меңгеріп үйренеді және функционалдық сауаттылықтары дамиды. Жалпы айтайын дегенім осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Рахмет, Айгүл Мұхамединовна. Келесі сөзді қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мергенбаева Айгүл Аманбековнаға береміз.
тақырыбы сөз шебері элективті курс. Айгүл Амандыковна, сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Мергенбаева Айгүл Амандыковна, номер 87-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші. Авторлық бағдарлама тақырыбы сөз шебері. Сөз шебері элективті курсының жылдық сағаты 34 сағат, аптасына 1 сағатқа құралған және 5-ші сынып оқушыларына арналған. Осы тұрғыдан алғанда, сөз шебері элективті курсы оқушының пәнге деген қызығушылығын ұштап, сөздік қорын молайта түседі. Шығармашылықта биікте шарықтауына мүмкіндік береді демекпін. Курстың мақсаты оқушылардан қазақ тілі пәнінен білімдерін кеңейту, оқушылардың оқу материалын тиянақты игеруіне, алған білімдерін жан-жақты дамытып, өз білгендерін жаңа жағдайда қолдана білуге үйрету. Сөз мағыналарын, фонетикасын зерттеу арқылы оқуға деген қызығушылығын дамыту. Күтілетін нәтиже: логикалық ойлау қалыптасады, мәнерлі, астарлы сөйлеуге дағдыланады, өз пікірлерін тиянақты, нақты жеткізе алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Айгүл Амандыковна. Келесі элективті курстың тақырыбы жас информатик, 7-ші сыныптарға арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Авторы мен өзім, информатика пәнінің мұғалімі Мылтықбаева Ұлар Аманбековна. Мақсаты ақпараттық ортада түрлі ақпараттарды қабылдау, беру, түрлендіру және тарату арқылы оқушылардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Міндеттері: оқушылардың логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту, оқушылардың компьютерлік сауаттылығын дамыту, оқушылардың коммуникативтік ойлау қабілеті, өзіндік танымдық іс-әрекеттерін жасау дағдылары мен шығармашылыққа бейімділігін дамыту, оқушылардың жүйелік ақпараттық бейнесін, ақпараттық мәдениетін және өзі дамытуға және қызмет субъектісі ретінде қалыптастыру. Өзін дамытуға және қызмет субъектісі ретінде қалыптастыру. Оқушыларға білу керек компьютерлік сауаттылықтардың бастамаларын қалыптастыруды, логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, алгоритмдік дағдыларын және есептерді жүйелі бірізді шешу әдеттерін, қарапайым компьютерлік дағдыларын білу, компьютерлік сезгіштіктерді қалыптастыру, іс-әрекет үшін арналған құрал ретінде қолданудың мүмкіндігін және шектеуліктерін білу, оның ішінде операциялық өрнегін қалыптастыру, тапсырманы қалыптастыра білу, оның ішінде логикалық бөліктерді айыра білу, осы бөліктердің байланысын анықтау, нәтижені жобалау, компьютер қамтамасыз ететін жаңа технологияларды қолданып белсенді шығармашылықпен зерттеу дағдыларын қалыптастыру, компьютерлік сауаттылықтардың бастамаларын қалыптастыру, логикалық ойлауды дамыту, тіпті шешу кезінде алгоритмдік дағдыларды және жүйелік әдістемені дамыту. Жалпы тапсырмалар 3 деңгейде беріледі. Бірінші деңгейлік оқушыға барлық оқушылар нормативті білім мазмұнын орындайды, материалдарды баяндау негізінен дұрыс, бірақ жекелеген деректерде дәлсіздіктер кездеседі. Сөздік қоры жұтаң, терминдік қоры аз болса, бұл деңгейдегі тапсырманы толық игерген оқушыға қанағаттандырарлық деп бағалаймыз. Екінші деңгей меңгерілген білім қолданылады. Бұл деңгейдегі қойылған талаптарға толық жауап беріледі. Тақырыптық дұрыс
тақырып дұрыс ашылса, қажетті қорытындылар мен түйіндеулер дұрыс айтылса, жазылса, ойын баяндау, бірен саран дәлсіздіктер кездессе, мұндай оқушыға жақсы деп бағалаймыз. Үшінші деңгей шығармашылық және ізденушілік сипаттағы жұмыстар ұсынылады. Бұл деңгейдегі қойылған талаптарға толық жауап берген, яғни тақырыпты терең ұғып, өте жақсы түсінген, мәселені өзіндік ой пікірмен талдай білетін, ойын жүйелі баяндай білетін, тілі бай, әрі арнайы термин тілінде сөйлей алатын, қорытынды пікірі орынды, тиянақты оқушыға өте жақсы деп бағалаймыз. Күтілетін нәтиже: компьютер сабағындағы тәртіпті сақтау ережелері мен техника қауіпсіздігін қайталайды. Көрсетілген әрбір тақырып жөнінде білім мен біліктілік жинағын алады. Дамытушылық, дүниетанымдық, алгоритмдік және технологиялық салалар бойынша білімдерді тереңдетеді. Жекелеген тақырыптар бойынша қызықты тапсырмалар мен сұрақтар компьютердегі практикалық жұмыстарды орындау арқылы қорытындылайды. Ақпараттық үрдістер сияқты ұғымдарды тереңдетуде қоршаған әлем туралы білім мен абстрактілі ойлай білу қабілеті мен логикалық тұжырымдарды жасай білу қасиеттеріне ие болады. Құрметті әріптестер, осымен біздің дайындаған элективті курс туралы мағлұматтарымыз толық берілді деп есептейміз. Сұрақтарыңыз болса, Алматы қаласы номер 87 жалпы білім беретін мектептің сайтына немесе біз YouTube каналына саламыз осы эфирді. YouTube каналы арқылы, комментарийлар арқылы сіздермен байланыс ұстай аламыз. Сіздерге көптен көп рахмет тыңдағандарыңызға, назарларыңызға. Әріптестер, бүгінгі конференциямыз деп жариялаймын.